Алматылық оқушылар қоғамдағы өзекті мәселелерді ерекше форматта көтеруді қолға алды. Әлеуметтік тақырыпты қозғап, қысқа метрлі фильм дайындайтын бұл ұжымның мақсаты бір. Мәселені ашып қана қоймай, оның шешу жолын ұсынып, көрерменге ой тастау. Біз қоғамның мүшесі атты қысқа метрлі фильмдер топтамасының алғашқы шығарылымы Буллингке арналды. Мен бақытты боламын қысқа метрлі фильмде басты кейіпкердің жан дауысы, ішкі монологы арқылы мәселенің мән-жайы баяндалады. Фильмде басты кейіпкер қоғамдағы әр адамның ерекшелігін түсініп, мектеп ішінде буллингтің алдын алу жолдарын іздейді. Ол өз ортасында әділдік орнатып, дөрекілікке жол бермеуге тырысады. Бейне көрерменді буллингке куә болғанда үнсіз қалмауға шақырады. Басты рөлді сомдаған 10 сынып оқушысы бұл бастама оған да әсер еткенін жасырмады. Осы тақырып арқылы көп нәрсені түсіндім. Буллинг жалпы қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі болғандықтан осы тақырыптың жаман екенін түсіндім. Қазіргі қоғамда буллинг тақырыбы өте қатты қозғалып жатыр. Сондықтан да біздің мақсат осы буллингті тоқтатып, өзіміздің мақсатымызға жету. Жоба аясында арнайы шығармашылық ұжымда құрылған. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері сценарийді сараптаса, өзін-өзі басқару ұйымы актерлік құрам, түсірілім мен монтажға жауапты. Шығармашылыққа жақын ұстаздар да бастамадан тыс қалмаған. Алдағы уақытта бұл топтаманың шығарылымдары қоғамдағы басқа да өзекті мәселелерге арналмақ. Жоба авторлары жастардың көзқарасын көрсетіп, қоғамның дамуына өз үлестерін қосуды мақсат етеді. Әбдірахман Қайрат ұрпағының медиа арнайы Наурызбай Ньюс үшін.